Сәлем достар, бүгін сіздермен Рамазан айында өзімнің 10 жақсы әдетіммен бөліскім келіп отыр. Өміріңізге енгізу керек әдеттер болатын болса, осы дәл Рамазан айында жақсы әдеттерді енгізуді бастаңыз дер едім. Ал кеттік ең әуелге менің басты енгізген әдетімнің бірі бұл кітап оқу. Барлығымыз білеміз, кітап оқу пайдалы. Дегенмен де осы айлардың сұлтаны болған Рамазан айында кітап оқып өзіміздің жүрегімізге білім нәрін сусындату бірден-бір жақсы әдеттердің бірі деп ойлаймын. Менің қазіргі уақытта оқып жатқан кітабым Адамзаттың асыл тажы деп аталады. Пайғамбарымыздың өмірі жайлы. Жалпы қандай кітап оқысаңыз да ешқандай да бір аса маңыз ойнамайды, дегенмен өзіңізге қандай да бір жаңа ақпарат беріп, сізді осы айдан басқа айларда ерекше етіп тұратын кітап болса болды деп ойлаймын. Екінші әдетім бұл шүкіршілік дәптерін жазу. Қазіргі уақытта өте трендтегі әдеттердің бірі деп ойлаймын. Бұл шүкіршілік жазу арқылы негізі өзіміздің жүрегіміздегі Алла тағаланың күнделікті беріп жатқан нығметтерін көз алдымызға, ойымыздан, санамыздан өткізу арқылы біздің жүрегіміздегі шүкіршілікті арттыру мақсатында осы шүкіршілік әдетін бастадым. Бірақ ең алғашқыда шүкіршілік күнделігін бұрыннан жазбай жүрген адамдар болатын болса, бастапқыда негізінде өте бір сезініп жазу мүмкін емес сияқты көрінгенмен, уақыт өте келе ол бастапқыда тіліңізде болған нәрсе жүрегіңізге ене бастайды. Қазір уақытта сол нәрсе менде жүріп жатыр. Күнделікті мен үшін ең маңызды нәрсеге шүкіршілік айту арқылы менің өзімнің күнделікті Алла тағаланың беріп жатқан нығметтерін басқалардан ерекше сезініп жатырмын. Бұл себепті тезірек шүкіршілік жазуды бастаңыздар. Үшінші, таң сәресі болғаннан кейін мен зікір айтуға тырысамын. Себебі біз Аллаға зікір айту арқылы оның бұрыннан қараған кезде күнделікті көбірек еске алып, біздің жүрегімізге өзіміз оған деген махаббатты арттыруға бірден-бір себеп болады. Ең көп айтуға тырысамын, бірақ тілмен емес, жүрекпен. Және осы Рамазан айында мен зікір айтудың әдеттері жайында сіздермен бөліскім келіп отыр. Негізі зікір айтқан кезде Қағба бағытына қарап отырып зікір айту, және одан кейінгісі дәрет алу, және үшіншісі истиғфармен, яғни Алладан кешірім сұраумен бастап, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтумен аяқтау. Осылай жасалған зікір жүрекке түседі әрі Аллаға ұнамды істердің бірі екен. Бұл әдетті де сіздердің өмірлеріңізде осы Рамазан айы бұрын жақсы әдет ретінде енгізіп алуыңызды сұраймын. Төртінші, Алланың 99 көркем есімін жаттау. Біздер негізінде көп нәрсеге Алла тағаладан сұраған кезде көбіне жүрегімізден шықпай жатады. Неге? Себебі біз Алла тағаланың сондай құдіреті, күштілігін жүрегімізбен сезінбей, оны танымай тұрып, алғашқыда тілмен жетіп жататұғамыз. Бірақ осы жүрекке түсіру барысында ең жақсы көмектесетін осы Алланың 99 көркем есімін жаттау. Мен күніге 5 көркем есімді жаттап бастадым. Қазір де жаттау барысындамын. Осы көркем есімдерді жаттау өте жақсы әдеттердің бірі деп ойлаймын. Және осы Алланың басқа да сипаттарын есту арқылы оған деген сондай бір махаббатыңыз оянады. Бұл айтып жеткізу мүмкін емес, сол себепті іспен жасап көріңіздер. Бесінші, дұғалар жаттау. Арабша және қазақша мағынасында. Біздің күнделікті Алладан сұрайтынымыздан бөлек, үйден шығар кезде, көлікке отырар кезде, дәретханаға кірер кезде, дұға жатар кезде, ұйқыдан тұрған кезде деген секілді көптеген дұғалардың түрлері бар. Сол дұғаларды арабшасымен және қазақша мағынасымен жаттауды әдетке айналдырып жүрмін. Себебі біздер негізі адам баласы өте әлсіз, шектеулі. Өміріміздің қай күні өтіп бітетінін білмейміз. Қандай іс әрекетіміз болмасын, тәуекел етіп есімізге салып, сондай бір жақсы дұғалардан бастау жақсы әдет деп ойлаймын. Алтыншы, күнделікті жақсы жаңа ақпарат білу. Негізінде күнде өзімізге жаңа болған ақпарат алу арқылы біз кешегі күнімізден салыстырған кезде бізде өзгеріс болады. Және осындай хадис бар ғой, егер мұсылманның өткен күні бір-біріне ұқсаса, онда мұсылманның жеңілгені. Яғни өмірде сен еш нәрсе алып жатқан жоқсың деген сөз. Жақсы ақпаратты есту, білу, соған талпыну жақсы әдет деп ойлаймын. Жетінші, ол жақындарымызға жүрек жарды тілегімізді, оларға жақсы көретінімізді айтып жүру. Осы бір Рамазан айының нығметі бізге берген мүмкіншілігі тұнып тұрған кезде неге жақын адамдарымызға жақсы тілегімізді айтып, жақсы көретінімізді білдірмеске, қарым-қатынаста болуға тырысу. Жетінші әдет негізінен біздің нәпсімізге өте қиын нәрселердің бірі. Себебі бұрын біздер ренжіткен адамнан кешірім сұрау. Көп адамдарға кешірім сұрау өте қиынға соғады. Бірақ негізі бұның себебі тәкаппарлық. Ал осы Рамазан айында тәкаппарлықты жеңудің ең нақты жолы ол ренжіткен адамнан кешірім сұрау, соны мойындау. 10 адам болуы мүмкін, 5 адам болуы мүмкін.
қанша адам деп ойладыңыз, сонша адамнан кешірім сұрай білу. Осы арқылы өзіңіздің тәкаппарлығыңызды жеңесіз. 9-ші әдет, әрбір істе Аллаға ниет ету. Яғни біздер көбінде қайындай нәрсені істесек те, адамдар мысалы біздің жасаған ісімізді қарымын беріп, яғни оның разы болуын күткен нәрсе бізде орындалмаған кезде бізде адамдарға реніш басталады. Соның кесірінен біз өмірге ренжіп, тағы да басқа шүкіршілікті күпіршілігіміз артып кетеді. Осыны болдырмау үшін біз әрбір жасаған ісімізде Алланың разылығын іздеу ниетімізді туралап жүру керекпіз. Осы әдетті қолға алдым. Яғни сіз ыдыс жуу тазалыққа бекемделмедіңіз ба, оны тек қана Алланың разылығы үшін істеуге ниет еттім деген сияқты. Осындай әрбір істен ниет етіп бастасақ, бізде өмір сүру әлдеқайда жеңілдейтін сияқты. Енді өзіме енгізіп жатыр. 10-шы жақсы әдеттің бірі бұл таңертең тұра салысымен. Бұл қарапайым әдет болуы мүмкін, бірақ та күні бойғы энергиялы, жақсы қуатты болып жүруге ең көмек беретін ол таңғы жаттығулар. Таңғы іске кіріспес бұрын жаттығу жасауға тырысамын. Араларыңызда ой салып көмегім тиген болса, өте қуаныштымын. Ал сіздерде қандай өзгерістер болып жатыр? Комментарийға бөлісіп кетіңіздер. Бүгінге осы, сау болыңыздар.